Осы 5 нәрсені білсең, сенде әрқашан ақша көп болады. Біріншісі, ақшаға құрметпен қарау. Әрбір тапқан табысыңызды құрметтеу. Қалай болса солай бүктеп салу емес, рет-ретімен орнымен салу. Өйткені құрметтеу деген сіздің еңбегіңіз. Сіз ақшаны қалай құрметтесеңіз, сіз өзіңізде солай құрметтедіңіз деген сөз. Екіншісі, сараң болмау. Керек емес нәрсеге ақшаңызды жұмсамау. То есть үйлеріңізге қараңыздар, қаншама керек емес нәрселер тұр. Кейбір адамдардың табысы 200 мың теңге, бірақ шашатыны 300 мың теңге. Андық нәрселер көп болып жатыр. Үшіншісі, жинау. Ақшаны қалай жинап үйренесіз, солай сізге келіп бастайды. Ол әрбір тапқан табысыңыздың 10%-ін жинап үйрену. Қойт 1000 теңге болсын, қойт 5000 теңге болсын, 10%-ін жинаңыз. Өйткені сіз 90%-ке де өмір сүре аласыз. Төртіншісі, ақшаға позитивті оймен қарау. Менталды түрде ойыңыз қандай болады, өміріңіз сондай болады. Егер де ақшаға қарым-қатынасыңыз, ойыңыз жаман болса, ақшаңыз келмейді. Ал жақсы болса, позитивный болса, ақша соғұрлым сізге көмек бастайды. Бесіншісі, магнит болу. Жаңағы төртіншісі айтқандағыдай, бесіншісінде позитивпен жүрсеңіз, солай өзіңізге магнит ұқсап тартатын боласыз. Сол арқылы берекеңіз де көбейеді. Берекелі болыңыздар, бай қуатты болыңыздар.